Ассалаумағалейкум қазақ бауырым, сенімен бірге қазақша онлайн бизнес каналы. Сен бұл каналдан интернетте қалай ақша табуға болатынын біле аласың. Сондықтан да міндетті түрде каналға жазыл және де қоңыраушаны басуды ұмытпа. Бүгін мен саған инстаграмдағы аккаунтыңа қалай тегін лайк, қалай тегін подписчик жинауға болатынын көрсеткім келіп отыр. Сондықтан да осы видеоға алдын ала лайк басып, видеоны соңына дейін қарап шығуыңды сұраймын. Инстаграмдағы аккаунтыңа тегін подписчик, тегін лайк жинау үшін бос лайк деген сайт керек. Бұл сайттың ссылкасы осы видеоның описаниясында. Тіркеліп болғаннан кейін әртүрлі әлеуметтік желідегі аккаунттарыңның барлығын осы сайтқа привязка жасайсың. Содан кейін әртүрлі тапсырмалар орындайсың, группаларға жазыласың, лайк басасың, репост жасайсың, біреулерге дружба жібересің, инстаграм аккаунттарға жазыласың, ютуб каналдарға жазыласың, твиттер аккаунттарға жазыласың, одноклассникидегі группаларға жазыласың, біреулерге дружба жібересің. Сол үшін бал береді. Тапсырмаларды орындау үшін биржа заданий дегенге басасың, адамдардың аккаунттарына жазылып бал жинайсың. Керекті балыңды жинадың. Жинап болғаннан кейін өзіңнің инстаграмдағы аккаунтыңа подписчик жинау үшін мои задания дегенге басасың. Мына жерде тек қана инстаграм аккаунтыңды емес, вконтактедегі, фейсбуктегі, твиттердегі, одноклассникидегі, ютубтағы аккаунттарыңа подписчиктер жинауға болады. Бірақ ютуб каналына подписчик жинамағаның дұрыс. Себебі ютубтың алгоритмдері басқаша. Вконтактеге қарағанда, фейсбукке, инстаграмға, твиттер, одноклассниктерге қарағанда ютубтың защитасы мықты. Сондықтан да ютуб каналына подписчик жинамағаның дұрыс бұндай сайттар арқылы. Инстаграм аккаунтыңа подписчик жинау үшін инстаграм деген таңдап аласың. Лайк керек болатын болса, мне нравится деген таңдайсың. Подписчик керек болатын болса, подписчики деген таңдап аласың. Мына жерге инстаграмдағы аккаунтыңның ссылкасын қоясың. Медленно деген таңдап аласың. Мына жерге автоматически мына сайттың өзі бір подписчикке қанша бал төлейтінін жазып қояды. Мына жерге қанша балың бар, соған байланысты подписчиктің санын жазасың, создать задание дегенді басасың. Міне осындай өте қарапайым, өте оңай жолмен инстаграмдағы аккаунтыңа тегін лайк, тегін подписчик жинауыңа болады. Егер де саған осы видео пайдалы болған болса, міндетті түрде осы видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерден достарыңмен бөліс. Алдағы уақытта әлі де неше түрлі қызықты видеолар шығарып отыратын болам. Сондықтан да қазақша онлайн бизнес каналына жазыл және де қоңыраушаны басуды ұмытпа. Сонымен келесі видеода кездескенше.